Сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым? Арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Жаңа әңгіме ұрпақ. Авторы Жанар Жанапияновна. Екі көзді терезеден таң сібірлеп атып келе жатқаны білінді. Зәуре ертерек тұрмаса, жұмыстан кешігетін біліп, ұйқысын қимаса да орнынан созалаңдай қозғалып, есікке беттеді. Кеше күні бойы бүкіл ауыл апыр-топыр болды. Соғыс кезінде бір түнде көшіріп әпкелген кавказдықтарды қайтадан елдеріне көшіріп әкетті. Енді ғана естерін жиып, етек жеңдерін бүтіндей бастап еді. Тағы да олардай шулап, көшіре жөнелгендері жанға батты. Егер рас болса, бұл жолы оларды өз отандарына көшіреді екен. Сенгендер көшті, кейбір отбасылар қазақ даласына үйреніп қалдық деп қалып жатыр дегенде сыбыстар шықты. Егде жастағылар туған жерлеріне бара жатқандарына қуанып жыласа, осы жерде туып, ес жиған жастар алдында не күтіп тұрғанын білмейтін дүдәмәл күй кешіп, кеткілері келмей жабырқап жатты. Зәуре енесі екеуі талай жыл тату көрші болғандарды қимай жылап сықтап, жолға дайындап шығарып салған. Бұл жолы да өздерімен көтере алатын ең қажетті заттарын ғана алдыртып, үй жайларын тастатып, бір-ақ күнде көшіріп әкетті. 5 жылға созылған соғыстан кейінгі жоқшылық азабын тартқан елде қай бір дүние бар дейсің? Әйтеуір қоқыр-соқырларын артынып кетті де қалды. Түнімен дұрыс ұйықтамай мазасы болмаған Зәуренің алаң көңілін мысықтың мауыққан даусындай бір дауыс селк еткізді. Сиырын сауып отырып, әлгі дауысты жылаған сәбидің үніне ұқсатты. Біресе талып, біресе анық естілген дауыс қайта құлағына келгендей болды. Жақын маңда жас босанған ешкім жоқ еді, әлде қонаққа біреу келді ме? Алғаш естіген кезде мысық шығар деп онша мән бермей отырған. Сиырын сауып бітіп, бұзауды жіберді де, сүтін пісірмекке ошақ басына барғаны сол еді. Сәбидің үні тіпті жақын жерден шыға бастағандай болды. Бойын тоқ соққандай сілейіп тұрып қалған Зәуре, өз жүрегінің дүрсілінен қорқып, үйіне қарай тұра жүгірді. Бар ойы енесін шақыру. Бас салып айқайлағанға ыңғайсызданып, екі аттап төсегінің жанына жетіп барып еді, енесі де тұрып киініп жатыр екен. Үйге жүгіріп кірген келіннің қылығын жақтырмай, таң атпастан жау қуып келе ме? Тегі, не көрінді? Үйге қарай жүгірме деген сайын ерексіп кетесің бе сен? Деп келінін жақтырмай қабағын шытты. Енесінің көңіліне қарап тұратын Зәуре ме? Далада бала жылап жатыр. Апа, жүріңізші, бала жылап жатыр, деді бастырмалатып. Келіннің не айтқанын алғашында ұқпай қалған кемпір көзін бақшаң еткізіп, бетіне тесіле қаратты. Денің сау ма? Баласы нес? Деп кимешегін киіп, камзолының түймесін тағып отыра берді. Апа дейм, жүріңізші далаға. Маған сенбесеңіз өзіңіз естисіз. Тауып алайықшы, мен қорқып кеттім. Деп енесінің қолынан ұстап, далаға сүйрей жөнелді. 5-6 жыл пұшпағы қанамаған сорлының есіл дерті бала болғасын, бірдеңенің шалығы ұстап қалдыма деген ой келіп, астапыралла, бісміллә деші өзің, не айтып тұрсың? Қайдағы бала, қайдағы дауыс, дұрыстап жөніңді айтшы. Тұқымың өскір, деді. Келіні болса, жаны шығып бәрет. Апау, жүріңіз енді. Бағанадан беріп шырқырап жатыр. Мен де басында сіз сияқты мауығып жүрген мысық шығар деп ойлаған едім. Бірақ ошақ жақтан анық естіліп тұр. Дауысын анық естіген кезде жүрегім кеудеме сыймай қорқып кеттім. Содан өзім баруға қорқып, сізге қарай жүгіргенім ғой. Деп енесінің қолынан тартып тұрғызды да, қоярда қоймай далаға сүйреп шығарды. Ұйқыдан тұрған сайын екі тізесі бастырмай қалатын Тәттігүл келіннің дедектетіп сүйрегенін жақтырмай. Жебер, тұқымың өскір, өлтірейін дедің бе мені? Көршілердің біріне қонақ келген шығар, кішкенесімен. Бала болғасын жатырқап жылап, үйді басына көтеріп жатқанда, о несей, дауыс деп сүйрей барады. Кәне, жылап жатқан балаң, бала түгіл таста жоқ, деді келінің дедектеткеніне ашуланған кейіп танытып. Зәуре де үн-түнсіз тыңдап ошаққа қарай жақындады. Апа, сауған сүтті алып келгенде, осы жерден анық шығып жатқан еді. Қазір дауыс жоқ, деді енесінің бетіне аңтарылып қарап. Енесі қолын бір сілтеп, енді бұрыла бергені сол еді,
іңгәлаған дауысты анық естіді. «Апа!» деген келіннің нәзік үні де естідің бе дегендей сәби үнімен бірге созылап бәсеңдеп шықты. «Тыныш, естіп тұрмын» деген Тәттігүл жайлап басып ошаққа жақындады. Шынымен-ақ сәбидің даусы. Бірақ өз құлағына өзі сене алмай қалт-құлт етіп ошақтың басына келді. Ішінен тілін кәлимаға келтіріп, ошақтың қасына ит жалап кетпесін деп, келіні төңкеріп қойған қазанды көтерді. Келіні де көбірлеп, бісмілласын айтып тұрғаны естіліп тұр. Енді дауысы анық естілді. Тәттігүл қорыққаннан қазанды лақтырып жіберді. Көк жиек түгел ағарып, таң аппақ болып атқанымен, күн шықпай бастырманың асты ала көлеңке болып, ештеңе анық көрінбейді. Бірақ баланың даусы енді жандарынан естіле бастады. Зәуре қазан төңкерілген шидің үстіне оралып жатқан түйіншекті байқап жетіп барды. Құрым қара киізге оралған сәби шырқырап жылап жатты. Зәуренің енесіне бір, сәбиге бір қарап есі шықты. Төсе екені, әлде өңі екеніне сене алмай, «Апа, бала, апа, бала» дей берді. Тәттігүл де есін жинай бастады. «Көріп тұрмын, бәтші қарай, Құдай көз жасыңды көргенде, сорлау, шырқыратпай қолың алсаңшы, о несі төге, түк көрмегендей» деді де аспанға қарап, «Бергеніңе шүкір, Алла, бергеніңе шүкір еттім» деді күбірлеп. Баланы көтере сала үйге жүгіріп бара жатқан келіннің артынан шойнаңдап бұл да жүгірді. 2-3 күн бойы сәбидің жас иісіне малынып, ене мен келін бас көтере алмады. Олардың қуаныштарын естіп, еріндері сылпылдап ауылдың қатын қалашы өсектен кенде қалмады. Тәттігүл бір малын сойып, ауылдың бәріне шілдеханаға шақырып, ауылға немерелі болғанын хабарлады. Тәттігүл кемпір жастайынан адуынды әженің, одан қалды ел билеген ененің тәрбиесін көрді. Содан да болар, өз ортасында әркез сыйлы, ешкім оның алдын кесе көлденең аттаған емес. Бейжанбайдың бәйбішесі атанған енесінің жанында жүріп, ел мұраты мен ұлт мүддесі жанына жақын болған Тәттігүл ес білгелі. Елінің басына түскен зобалаңның бәрінде бір кісідей түйісіп өсті. Қайнатасы оңтүстікке атағы мәлім Бейжанбай, орыспен көрші болғанның балтасы қойында жүрсін деп отыратын еді. Тек қызылдар күш алғанда ғана осы сөздің қадірін ел ұғына бастады. Ақтар келіп қырған қазақты қызылдар тіпті аямады. Астындағы атын да алды, алдындағы малын да алды. Еңсесін көтерген еркегін де алды. Алмағанын атты, құртты, ит жеккенге айдады. Әттең, батыр бабалары шіркін дана екен-ау, бәрінде көріп, біліп жүріпті. Қызылдан қазаққа пайда жоқ, өз алдымызға ел болайық деген ерлерді бір-біріне жау етіп, ақыры бәрінде қырып тынды. Содан бұл өкімет не адамнан, не Құдайдан қорықпайтын нағыз жаналғышқа айналды. Қарсы шыққандарды советтің жауы деп, бірақ түнде бандыға айналдырып атып, немесе ит жеккенге айдап жібере салу оларға түкте қиын емес. Тәттігүлдің отағасы да осындай негізсіз жаланың құрбаны болып атылып кетті. Таққан айыптары бандымен ниеттес болыптымыз. Бас көтерер беделді арқа сүйер азаматтың көпшілігі осындай тағдыр құшты. Одан кейін өкімет малға көз салды. Ол кезде Бейжанбай Жетісуға қарай мал өргізіп, Ұлы Жібек жолы арқылы саудаға шыға бастаған. Бір айдағанда 15-20 мың қойды сауда көшке қосатын еді. Жоспар орындауымыз керек деп, сол қызылдың белсенділері қазақтың малын тігерге тұяқ қалдырмай жинап кетті. Малым жанымның садағасы деп, аталары сонда ғана жылаған еді. Бұларды қойша, шықпа жаным шықпа деп отырған кедей кепшіктің де бірді-екілі малын тартып алып жатқанын көріп, әкесін сабағанды да көргенбіз, бірақ әкесін арбаға байлап сабағанды көрмеген екенбіз деп ашынған еді отағасы. Не керек, соңында шерге ас, киерге киім таппай тағы қырылды. Бұрынғы сауық сайран ғұмыр, жайбарақат өмір, көзден бұлбұл ұшқан соң, әркім өз басымен қайғы болды. Тәттігүл де басқа түссе баспақшыл деп белін бекем буып, екі баланы етегіне тығып,
Ардақты ата-енесінің аманаты, отағасының ұрпағын аман сақтамаққа қам жасады. Әйтеуір өзінің өлермендігінің арқасында екі баласын сүйреп, пішпекке барып, оларды жетімдер үйіне өткізіп, өзі сол жерге жұмысқа тұрып, аман қалды. Қаңғып жүрген қазақтарды қайта жинап, ауыл-ауылға бөліп, қазақ ауылдарын қалпына келтіре бастағанын естіп, қызы мен ұлын ертіп, туған жерге қайта оралды. Алдында қандай тағдыр күтіп тұрғанын кім білген, бірақ келе сала көзінің ағы мен қарасындай жалғыз қызын ұзатты. 16-ға келген ақ маңдай аруын, баласы жоқ, бақуатты сарт, екінші әйелдікке алам дегенде, жаны шығып бара жатса да, мыңқ деместен келісті. Осылай ұлы екеуі күйеу балаларын паналап, адам қатарына қосылып, қоңырқай тіршіліктерін жалғастыра бастады. Дулаты мектептен білім алып, өзі темір жолға жұмысқа шықты. Әйтеуір еңбек ақысына алған аз-маз астығы қарын аштырса да, құтын қаштырған жоқ. Заман тыныш болса, ертең-ақ ұл өсер, көрген қиыншылық көрген түстей өтер, кетер деп ойлайтын. Ұлы 7 жылдық мектепті бітіргесін, трактордың оқуын оқып, бір трактордың тізгінін ұстағасын. Тәттігүл оны үйлендіріп келін түсірді. Келін әкеліп, бетажар жасаған күні Тәттігүлден бақытты адам болмаған шығар. Қызы бара сала 2-3 баланы туып бергесін, күйеу баласына да сыйлы. Інісі үйленгенде де бірді қошқарды күйеу екеуі әкеліп, үлкендерден бата алып сойып, табақ-табақ ет таратылып, беташар тойын дүркіретіп жасаған. Осы шағын станцияның адамдары бір жасап қалып еді. Шымылдықтың ар жағында әдемі келіні отыр. Адамға бұдан артық қандай бақыт керек? Құдайға мыңда бір шүкір. Орында бар оңалар деген осы деп, соңғы қонақ кеткенде тәубесін айтып, әбден жылап еді-ау. Есіне ата-енесі жастай сүйген қосағы түсіп, солардың алдындағы борышын атқарып тастағандай, енді өлсем де арманым жоқ деген. Сөйтсе, ерте ала сұрған екен. 2-3 күн өтпей немістер орысқа соғыс ашып, ауылдағы тепсе темір үзетін жігіттерді көгендеген қоздай бірінші әкетті. 2-3 айдан соң қолына қару ұстауға жарайдау деген еркектерді және кетті. Сөйтіп, станцияда тек шал-шауқан мен қатын-қалаш қана қалып, бір ауыртпалық солардың иығына түсті. 4 жылдық соғыста оның шеккен азабы мен мазағы да күллі әйелдің басына түскен таусылмас бір дастан болар еді айтылса. Өткен күнде белгі жоқ екен. Өтті кетті. Адам ертеңмен өмір сүреді. Тір адам тіршілігін істейді. Бірақ соғыс біткен кезде осы ауылдан кеткен 20 еркектен ақыл есі кем болып, Советбекпен бір аяғын соғысқа тастап кеткен Тәттігүлдің немере қайнысы Алпысбай ғана оралды. Басқаларға қара қағаз келсе, бұның жалғысына, ең болмаса сол қара қағазда келмеді-ау. Бишара келіні кейде күйінгенде, апау, балаңыз әбден зарықтырды-ау. Не байы бар қатын емеспін, не жесір емеспін. Ең болмағанда балам болса етті, алдандыратын, деп жылап алатын. Тәттігүл, шырағым, Құдайдан үмітіңді үзбе, дегеннен басқа не десін. Әже деп шырқырап үйге қарай жүгіріп келе жатқан баласының даусын естіп, Тәттігүл еріп отырған жөнін тастай сала, етегіне сүріне алдынан шықты. Жылағаннан беті айғыз-айғыз ұлы, жүгіргеннен жүгіріп отырып, әжесінің құшағына кіріп кетті. Ойбай, сен жалғызды кім жылатты? Қай жүгірмек саған қол көтерген? Қолында өлейін айтшы ғане, деп баласының маңдайынан иіскеп, қолынан сүйрей жөнелді. Бала шаға жас шыға ауылдың қасындағы каналдың суына жататынын жақсы білет. Бәленің сол жақтан басталғанын білді. Әже, мен сенің аузынан ақ дегенде түсіп қалған балаң емеспін бе? Сары жалақ маған тастандысың, қазақ емес, шешенсің. Көшкенде сені жолда өліп қалмасын деп, әдейі тастап кеткен дейді, деп әжесіне қарады. Жүрегіне біз тығып алғандай болды. Қай оңбағанның аузы қисаймай айтты екен. Жүр, сары жалақ деген бастық қайнымның баласы ма? Мен оған кімнің шешен екенін көрсетейін, деп қайнысының үйіне қарай тартты. Әй, жүгәрмек, шық үйден,
деп қайнысының үйінің сыртына келе айқай салды. Жеңгесінің даусын ести сала бригадир қайнысы қатымен қоса сүрініп қамынып есікке жетті. Баласын қолынан жетектеп түтігіп кеткен кемпірді көргенде екеуі де сасып қалды. «Жеңеше, жайшылық па? Не болды?» деді ерлі зайыпты екеуі екі жақтан жағдайын сұрай бастап еді. «Әй, менің жалғыздан туған Олжабайымда, сенің балаң шешеннің баласы депті. Аузын қисаймай ондай өтірікті айтып жүрген сен бе? Қатының ба?» деді ашудан қалш-қалш етіп. Баласының сөзі жеңгесінің ең жанды жеріне батқанын түсінген басқарма қайнысы қатынына оқты көзбен бір қаратты, байлаулы тұрған атына міне салып, «Жеңеше, қазір келем», деп атына қамшыны басып жіберіп, канал жаққа шаба жөнелді. Кемпірдің ойбайы мен аттың дүрсіліне шағын ғана станцияның бүкіл ересектері жиналды. Бастық қайнысы каналда шомылып жүрген бүкіл баланы қойша үйіріп, қамшымен сабап тұрып айдап келді де: «Олжабайды кім айтты сендерге? Асыранды деп. Ол әжесі мен апасының құдайдан сұрап алған баласы. Ендігі рет біреуіңнің осындай жаман сөзді айтқандарыңды естісем, тілдеріңді жұлып алам», деді де баласының арқасынан қамшымен осып жіберді. Бүкіл ауыл тәттігүл анаға: «Олжабай сенің балаң, оған құдай куә, және біз куәміз», деді. Осымен әңгіменің соңы, құрметті тыңдарман. Әңгіме ұнаған болса, сіздерден өтініш, арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Бұл менің каналымның дамуына септігін тигізеді. Маған тез арада 1000 подписчик керек, сол үшін арнаға жазылып кетулеріңізді жалынып сұраймын. Құрметті тыңдарман, жазыла кетіңіздер.